Ерте-ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: «Кемпір, кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеуішпен елеші, қарны ашқан шалына бауырсақ пісіріп берсеңші». Кемпірі қалақшаны қолына алып, қамбаның түбін қағып, илеуішпен илеп, табақшаға салыпты. 2 уыс ұн болыпты. Қаймаққа ұнды илеп, дөңгелектеп алыпты. Ыстық майға салыпты. Бауырсақты піскен соң, атай баппен жеді деп, терезенің алдына суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойғанақ бекіпті. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп, жетіп барды сенекке. Сенектен сыртқа беттеді, аулаға шығып кетеді. Аулаға шығып алған соң, домалап соқпақ жолменен ұзай-ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса бауырсақ, қарсы алдынан тап келді. Ұзын құлақ қоянақ. Сонда қоян бауырсаққа: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Жей көрме мені, қояным, ән айтып берем, тыңдағын». «Жарайды, ендеше айта ғой». «Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен илеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қоян сенен құтылу қиын емес бұл маған». Осылай деп бауырсақ домалады. Аңқау қоян аңырып тұрып қалды. Бауырсақ зыр домалап келе жатса, алдынан сұр аю кездеседі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Жей көрме, аютайым, тыңдашы саған айтайын. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен илеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, аю сенен сытылу қиын емес бұл маған». Осылай деп бауырсақ домалады, аңырып аю маймақ жолда қалды. Бауырсақ домалаумен келе жатып, талай-талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, алдынан қу түлкі жылмаң етіп келе қалды. «Бауырсақ, домалап қайда барасың?» «Жол жүріп кетіп барамын». «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям». «Жемеші, түлкі, ән салып берем мен саған. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен илеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкі сенен құтылу қиын емес бұл маған». «Әнің жақсы-ақ, бауырсақ нашар еді бұл құлақ. Тұмсығыма шығып ап, айтып берші қайталап, дауыстап бір қаттырақ». Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді. Ойланбастан тіліне секіреді. «Ап» дегенде бауырсақ қу түлкінің азуында әп-сәтте күтіріледі. «Мақтаншақтық жақсы емес балалар» деген оймен ертегіні бітірдік.